Ассалаумағалейкум, Арыс спорт фаза каналының көрермендері. Көпшіліктің сұранысы бойынша үйде жаттығуларды көрсетемін. Көп жерлерде спорт зал жоқ, сондықтан ауылдың балаларына үйде дайындаудың упражнениелерін көрсетемін. Сіздерге ең бірінші мынадай жіп керек болады, поястың кимононың жібі. Базарда 1,5 мың теңге тұратын шығар спортивный магазиндерде. Сосын бізде таман түсіріп, мына төмендеп түсір. Гирдің орнына мынаны пайдаланып жатыр, гирдің орнына. Сіздерде мүмкіндік болса 8 килолық гирмен, және 16 килолық бір гир алып алсаңыздар полностью жетеді. Үйде тек қана санаулақ упражнениелер жасауға болады. Лучевой, мысалы лучевойды былай жасайды. Жақындап түсіре берсең болады. Былай. Отведениелер сынып кетпеу керек бұда. Лучевойды былай ұстап, былай көтереміз. Былай. Отведение сыны былай көтеруге болмайды. Осылай. Сосын ауырлаған кезде салмақ былай да көтереміз лучевоймен. Енді әркімге әрқалай. Былай. Удержение ұстаймыз. Бұны екі қолға да жасаймыз лучевойды. Бұны где-то 10 подход жасасақ болады. Жай салмақ қосып, максимально ауыр салмаққа шықпау керек, потому что қолдарды ауыртып алуы мүмкін. Сосын қолым ауыртып тренировка жасай алмай жүреді. Бір тренировка жасаған кезде 10 подход жасау керек. И 10 подход. Каждый подходты 10-12-ден жасау керек. Содан кейін барып. Екінші, бицепс пронация деп аталынады. Бицепс пронация. Осылай ұстап, осылай көтеретін. Бицепс пронация. Бұл да солай. Тоже бұнда 10 подход жасап, каждый салмақты 4 подходтан жасап, 10 упражнение. Сосын бицепс пронацияның екінші түрі. Осылай ұстаймыз, жақындап көрсем болады. Осылай ұстаймыз. Осылай ұстап. Бицепс пронацияның осындай түрі. Сосын үшінші түрі бицепс пронацияның. Лямканы былай ұстаймыз. Айландырамыз. Бұл саусақтарды, пронацияны жақсартады. Әсіресе саусақтарға қатты нагрузка түседі. Осылай жасаймыз. Бұны бит жасаудың қажеті жоқ. Тұрған жерден самый главный пронация айландыру керек. Күрескен кезде мына жерге чувство береді. Берікқа тартқанда да мына жерге чувство береді байынан. Сосын бұмыз бицепске арналады. Бицепске былай көтереміз. Енді гир есебінде болады. Немесе үйлерде бір ауыр темірлер болса, сварщиктерге болмаса жасатып алсаңыздар көп болады ауылда. Осылай ұстап, қолды осылай қойып, осылай көтереміз. Осылай. И біткенде осылай удержение ұстаймыз. Қолды былай көтеруге болмайды, былайнан. Қол міндетті түрде былай тұру керек. Сонда таза бицепске, предплечьеге нагрузка түседі. Бұны да 10 подход жасау керек. Каждый салмақтың өзін 4 подходтан жасау керек. Енді сізде үйде болғаннан кейін бар жоқ істей алатын упражнениелеріңіз санаулық, сондықтан максимально соған қосылу керек. Каждый день тренировка істеуге болмайды, аптасына 3 күн тренировка жетеді. И каждый, мысалы, понедельник, среда, пятница болса, понедельник, среда, пятница максимальныйге тренировка жасауға да болмайды. Сізде ешқандай спортивный питание болмағандықтан сіздің қолдарыңыз восстановление болуы қиын болады. Сондықтан, мысалы, понедельник күні ауырлау салмақ жасайтын болсаңыз, среда күні жеңіл салмақ. Пятница күні уже тағы да ауырлау салмақ, средний салмақ жасауға болады. Каждый тренировка сіз ауыр салмақ жасай беретін болсаңыз, қолдарыңыз қақсайды, ауырады, сосын уже спортқа желание болмайды. Тоже тағы да, мысалы, бицепске осылай ұстап, жаңа лучше еді ғой мынау, мынау уже полу бицепс. Бұлай, осылай жасауға болады. Осылай жасаймыз. Тағы қандай бар еді? Әбден залда жүріп, бұндай упражнениелер, үйдің упражнениелерін көп жасамаймыз. Сіздер бұлай үйде тренировка жасап, ауылдағы 5-6 адам бір ауылда мықты болуы мүмкін. Кішігірім мектепте, бірақ
мықты жарыстарға шығу үшін, Қазақстан чемпионаты, Азия чемпионатына шығу үшін үйде тренировка жасап дайындалу аздық етеді. Сіздерге полностью мықты болу үшін сіздерге мынандай блок қажет болады. Кез келген спорт залға барсаңыздар, осындай блоктармен жұмыс істейтін. Мысалына бицепске тартылады. Осылайынан. Бицепске. Сосын боковой блок, YouTube каналымды көріп жүрген адамдар біледі. Сондықтан мүмкіндік болса, спорт залға бару сіздерге кеңес берем. Жақсы тренермен қалай дайындалу керек, спорт питанияларды қалай ішу керек. Ал егер мүмкіндік болмалса, хотя жоқтан көрі сол үйде дайындалған дұрыс, солай дайындалған дұрыс. Егер видео ұнап жатса, каналыма лайк басып, тіркеліп, видеоны поделиться етіп жіберіңіздер. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang on by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm in front of this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose. We some motherfucking warriors. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes. For the snakes, load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. You'll be notorious, we ain't no runners. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. You'll be some warriors, they ain't no gunners. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang on by their chains for the fame.